ант. Ұзаққа созылған жол машаққатын еңсеріп, керуен де ақыры Шамға келіп жетеді. Әкелген тауарларын өткізіп, жаңа заттар сатып алу үшін керуендегілер базар аралап, өз шаруаларына кіріседі. Мұхаммед Әмин де базар аралауға шығады. Әлдебір затты сатар кезде бір кісімен ұзақ саудаласады. Анада Мұхаммед Әминнен ант етуін сұрайды және сол кездің ең алып пұты Лат пен Узанның атымен ант етуін талап етеді. Әрине, Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам мұндай орынсыз талапқа қарсылық танытып, мен пұттардың атымен ешқашан ант етпеймін, ең жек көретінім солар деп анттан бас тартады. Пайғамбарымызды сырттай бақылап тұрған Майсара бұл оқиғаны мықтап жадына сақтайды. Әлгі адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кеткеннен кейін Майсараға жақындап келіп, Лат пен Узанның атымен ант беруден бас тартқан бұл жігіттің кім